Ол ұстазының сақшылары соңдарынан жетіп, оның сәукелесіне кішкентай дала жыланын жасырын салып біткенін білмеді. Айша жағаға шықты, сәукелесін киді. Со кезде оны жылан шағып алды. Оның тұла бойына лезде тарап кетті. Жаршы таразға жетіп үлгерді. Қарахан атын болдыртып өзенге ұшып жетті. Бірақ емшілер бастарын төмен салды. Өз дегенін істеген еді. Сонда билеуші молдаға дәл сол жерде сыз топырақтың үстінде дереу неке қию рәсімін өткізуді бұйырды. Ол қыздың әлсіреген қолын қатты қысып, 3 рет бұлай деп сыбырлады. Айша, енді сен менің жарымсың. Бұл оның естіген соңғы сөздері еді. Болжам орындалды. Ол сүйіктісін көрді, бірақ оның иінім табалдырығын аттай алмады. Қарахан Айшаны дәл сол өзеннің биік жағасына жерледі. Ол көз жауын алатын ғажайып кесене тұрғызуға әмір етті. Адал күтушісі Бабаджа сол қабір басында қалды. Ол соңғы демі үзілгенше өз ханымының тыныштығын күзетті. Кейін оны да қасына 20 шақтық адам жерге жерледі. Қарахан шайқастар мен жеңістерге толы ұзақ ғұмыр кешті. Бірақ өлерінің алдында қартайған билеуші бір ғана нәрсені өтінді. Мені Айшамның кесенесі көрініп тұратын жерге жерлендір. Оның бұл өсиеті орындалды. 9 ғасыр бойы қос кесене дала желінің өтінде бір-біріне мұңая қарап тұр. Халық арасында бұл аңыздың 28 нұсқасы сақталған. Бірақ барлығының түпкі мәні біреу ғана.